Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіз бе? Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Сабаққа дайынсыңдар ма? Иә. Тамаша. Балалар, енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбын айқындау үшін экранға назар аударамыз. Сендерге бірнеше картина берілген. Осыған қарап отырып, бүгінгі біздің сабағымыз тақырыбы қандай болуы мүмкін? Қалай ойлайсыңдар? Айзере? Менің ойымша тақырыпта біздің тақырыбымыз Моңғол империясы болады. Жақсы. Ал тағы кім қалай ойлайды? Менің ойымша бүгінгі сабақтың тақырыбы Моңғол империясының қалай пайда болды, құрылуы сол жайлы болады. Керемет. Феруза, сенің жауабың? Менің ойымша біз бүгін Шыңғыс хан және оның ұрпағы туралы өтеміз. Керемет жауап. Ал енді, балалар, сендерді толықтырып өтейін, иә? Бүгінгі сабақтарымыз сендермен өте дұрыс тапсыңдар, иә? Моңғол империясының құрылуы деген тақырыпты өтетін боламыз. Ал бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты көріп тұрғандарыңдай, көшпелілердің әскери өнеріндегі жетістіктерін сипаттау, картаны қолдану арқылы 13-15 ғасырлардағы мемлекеттердегі саяси процестерді түсіндіру. Енді сендермен балалар, қазір Моңғол империясының жалпы құрылуы, әскеріне қатысты видеоны тамашалаймыз. Жақсы, сонымен қыздар, енді видеоны тамашаладыңдар. Енді сол видеоға байланысты қыздар, жалпы Моңғол империясының әскери өнеріне қатысты төрт сөйлемнен тұратын сипаттама беріңдер. Оны кім бастайды бірінші? Видеоны кім жақсы түсінді? Айзере апа. Видеода бізде 1203 және 1205 жылдар аралығында бізде Шыңғыс хан, бізде наймандар, керейіттер және тағы да басқа тайпалардың басын біріктірген болатын. Және бізде 2006 жылы ол бізде құрылтайда бізде басшысы болып жарияланды. 1206 жылы. Жақсы, керемет жауап. Тағы кім өз ойын айтқысы келеді жалпы әскери өнердің ерекшелігіне қатысты? Бізде Шыңғыс хан ұрпағы бізде мыңдықтарға бөлінді, жүздіктерге және ондықтарға бөлінгені туралы айтылатын болатын. Және олардың қандай мықты екенін бізге берді. Тамаша. Феруза мұқият тыңдаған екен, иә, видеоны? Әзірге айтатын ойың бар ма? Әзірге барға айтатын ойың жоқ екен, иә, әзірге? Жақсы. Енді, қыздар,
Біздегі осы 13-ші ғасырдың 12-ші ғасырдың соңы мен 13-ші ғасырдың басында бүкіл көшпелі тайпалардың басын біріктіріп 1206 жылы ұлы моңғол империясын құрған Шыңғыс хан болады. Тарихта сендер өздерің жақсы білесіңдер, Шыңғыс ханның есімі Темуджин, ол 1155 жылы дүниеге келген, кейбір деректерде 1162 жылы деп көрсетіледі. Шыңғыс ханның көшпелі тайпалардың басын біріктіруінің нәтижесінде ол әлемдегі ең мықты жаулап алушы, құдіретті билеушіге айналған болатын. Ол мемлекетті құрған кезінде жаңа Феруза айтып өткендей, яғни әскерге өте қатты көңіл бөлгенін айтуымызға болады. Яғни 3 қанатқа бөліп басқарған болатын. Және де бұл 3 қанаттың өзі әртүрлі бөліктерде, яғни 95 төменнен тұрған болатын. Төмен, мыңдыққа, мыңдықтан жүздікке, жүздіктен ондыққа бөлінген болатын. Мына экранда көріп тұрғандағыдай, яғни әрбір төменге 10 әскерден кірген болатын. Жалпы Шыңғыс ханның құрған мемлекетінде заңдар жинағын ұлы яса деп айтады. Яғни ұлы яса заңдар жинағын барлығы орындауға тиесілі болған. Яғни мемлекетте қатал тәртіп сақталған болатын. Жалпы өздерің білетін шығарсыңдар, әлемдегі мықты әскерлер кімде болды? Шыңғыс ханда болды. Себебі Шыңғыс ханның әскері артқа қайтуды білмеген, тек қана алдыға. Оның барлығы ненің арқасы? Қатал тәртіптің арқасы. Сондықтан да қыздар, жалпы моңғолдарда әскери өнер басым болғандықтан, ол жерде олар жеңіл және ауыр түрде бөлінетінін айтып кетуге болады сендерге тағы. Енді қыздар, қазір сендермен бірінші тапсырманы орындау үшін біз 2 топқа бөлінуіміз керек. Ортаға келіп, мына жердегі жасырылған топқа бөліну белгісін аламыз. Келе алыңдар. Соған байланысты мына жаққа бір топ, бірінші топ, мына жаққа екінші топ отырсын. Мына жаққа бірінші топ. Жақсы. Қыздар, енді бөлімдіге көрсете осындар белгілерді. Яғни бірінші топтың белгісі бізде қалқан, екінші топтық, ал бірінші топтыққа садақ пен желбек. Жақсы. Енді қыздар, біздің бірінші тапсырмамыз түсін талда жеткіз деп аталатын әдіс арқылы орындалады. Яғни бірінші топ, Айзере, сенің тапсырмаң мемлекеттің құрылу себептері қандай болды? Соны анықтайсың, жерде дискриптор көрсетіледі. Екінші топ, мемлекеттің әскери құрылысының ерекшелігі неде? Дискрипторға назар аударамыз. Бұл тапсырмада қыздар сендерге орындауға 2 минут уақыт беріледі. Тапсырманы орындау барысында сендерді қалай бағалаймыз? Бағалау үшін 2 жұлдыз 1 тілек әдісі қолданылады. Сендердің алдарында тұр қыздар. Кеттік. Жақсы қыздар, тапсырманы орындап болдыңдар ма? Енді сонымен бізде бірінші топ. Мемлекеттің құрылу себептері қандай болды? Айзере, дайынсың ба? Дайынмын. Айталық. Мұны тыңдаймыз. Мемлекеттің құрылу себептері қандай болды? Бізде 1200 және 1500 жылдар аралығында бізде Шыңғыс хан керейттер мен наймандар мен меркіттерді талқандап бір тайпа қылып біріктірді. Және 1260 жылы ол құрылтайда үлкен осы моңғол империясының үлкен бізде ханы болып сайланды. Және де осы үлкен әртүрлі біріктіру және шайқастарды нәтижесінде ол өзінің әскеріне яса яғни жасақ құрды. Жақсы, отыра қойды. Ал енді екінші топтың жауабын тыңдайық. Мемлекеттің әскери құрылысының ерекшелігі қандай болды? Моңғол империясында. Мемлекеттің тұрғын халықтардың 3 әскери әкімшілік аймаққа бөлінетін болатын. Ол бізде оң қанат, сол қанат және орталық бөлінетін болатын. Әр аймақтың өзінің неше бөліктерге бөлініп тұратын. Оның бөліктерінің
неше әскерлері және неше топ әскер болатынын бізге айтылған. Иә, жалпы түменге